Енді осы квадраттық теңдеуді факторизation әдісімен шығарып көрейік. Ол көбейткіштерге жіктеу деген сөз. Мына x квадраттың астына x пен x-тің көбейтіндісі деп жазамыз. Минус 3-тің астына мысалы минус 1 мен 3-тің көбейтіндісі деп жазамыз. Енді осы екеуін бұлай диагональ көбейтінділерін қосатын болсақ, 3x азайту x тен 2x шығады. Ол деген мына ортадағы плюс 2x-тің мәнін дұрыс тауып тұрмыз. Плюс 2x шықты ортадағы. Ол деген біз мына көбейтінділерін дұрыс алып отырмыз деген сөз. Үстіңгі екеуін, астыңғы екеуін бір жақшаға аламыз. x минус 1 көбейтілген x қосу 3 тен 0. Міне көбейткіштерге осылай жіктейміз. Енді осы жерден екі жақшаны 0-ге теңестіреміз. Мына жерде x тен 1 дейді, мына бірінші мәні. x қосу 3 тен 0, x тен минус 3, бұл екінші мәні. Міне осылай біз дискриминант емес, факторизation әдісімен x-тің екі мәнін таба аламыз. Енді бұл көбінесе елдер айтып атады, мына алдында x квадраттың алдында коэффициенті болмаса ғана ветпен шығаруға болады деп. Факторизation бір ерекшелігі, міне алдында коэффициент болған кезде қарастырайық. 3x квадрат дегеніміз 3x пен x-тің көбейтіндісі. Минус 2 дегеніміз минус 2 мен плюс 1-дің көбейтіндісі. Енді осыны диагональ көбейтінділерін қосатын болсақ, минус 6x қосу x тен минус 5x. Ортадағы минус 5x шығарып алдық. Онда біз дұрыс таптық деген сөз. Көбейтінділерін үстін бір жақшаға, астын бір жақшаға аламыз. 3x қосу 1 көбейтілген x азайту 2 тен 0. 3x қосу 1 тен 0, x тен минус 1 бөлі 3. x минус 2 тен 0, x тен 2. Міне осылай екі мәнін таптық x-тің. Енді кішкене күрделі түрін көрейік. Мына жерде 6-да мысалы көбейтінділері 6 мен 1 ғана емес, 2 мен 3 де бар, Қайсысын аламыз деп ойлансақ, енді 6-ны алатын болсақ, мына жерде 6x пен x-ті алсақ, 5x шықпайды мүлдем ортадағы. Өйткені 4-ке көбейтсек 24 шығып кетеді. Сол үшін 6x пен x-ті емес, 3x пен 2x-ті алайық. Енді минус 4 қалай ашамыз біз оны? Минус 2 мен 2 деп ашса болады. Бірақ олай 5x шықпайды екен, сол үшін плюс 4 пен минус 1-ді көрейік. Диагональ көбейтінділері бізде 8x азайту 3x тен 5x. Қосу 5x. Ортадағы дұрыс келді. Демек біз көбейтінділерін дұрыс алдық. 3x қосу 4 бір жақшада. 2x азайту 1 тен 0. 3x қосу 4 тен 0, x тен минус 4 бөлі 3. 2x минус 1 тен 0, x тен 2-ден 1 болады. Болды, осылай кез келген есепті шығара аламыз. Енді кейбір случайда ғана дискриминантқа жүгінеміз, ол түбірдегі мән болған кезде ғана.